Бірінші біз көрген кезде қандай ойда болдыңыз? Ешқандай ойда болған жоқпын. Жақсы. Атыңыз кім толық? Әлі Диас Мадиярұлы. Мадиярович десем болады ғой? Жақсы. Диас Мадиярлы. Жобаның несі ұнады сізге? Жоба өте қызық. Маған ұнады. Ағай апайларды жақсы. Жақсы. Сол ағай апайларыңыздың ішінде кімді ең жақын өзіңе тарттыңыз? Біреуі ма? Өзіңізге. Көрген кезде қуанатын болмаса бір жақын тартқаныңыз. Алтынбек айсыз ғой. Сол кісінің қандай қасиетін, қандай қабілетін? Жауапкершілігі бар, ақылды. Жоба біткеннен кейін өзіңізде қандай өзгеріс болады деп күтесіз? Жақсы. Жақсы деген жалпы, именно. Кімге жақсы? Маған жақсы. Сөйтіп отбасыма да жақсы. Қуанады. Отбасыңызда кім жақсы көресіз? Мамамды. Жақсы. Мамаңызға не айтқыңыз келеді? Жәннатқа кіріңіз дейсің. Жақсы. Егер сізге қолыңызға осындай жоба істеуге мүмкіндік болса, сіз қандай нәрсе істер едіңіз? Ол жағын білмеймін. Білмейсіз ба? Сізде көп ақша болса, не істейсіз? Ауылға медресе салатын едім. Не үшін? Өйткені балдарды иманға шақыратын. Жақсы, тамаша. Керемет. Мен риза болып отырмын. Жасыңыз қаншада? 14-те. Қашан үйленейін деп жатсыз? 20 жасында. 20 жасыңызда, жақсы. Болашақта кім болғыңыз келеді? Боксер. Олимпийс боксер. Жақсы. Өзіңізден кейінгі інілеріңізге, қарындастарыңызға қандай өсиет айтар едіңіз? Сабақтарын жақсы оқыңдар. Үлкеннің тілін алыңдар деп. Жақсы. Сізбен қазақ мақтансын. Сіз қазақтың біртуар азаматысыз дейсіз. Және сіздің осы ауылды көркейтетіндігіңізге, ауыл ғана емес, елді көркейтетіндігіңізге біз сенеміз. Рахмет.